Зейін Шашкин, доктор Дарханов романы. Басы плейлистте. Күрес деді-ау маған. Мені бағып жүрген жылқышы кім? Шортанбаев па? Жоқ, әйелімді тартып алған шойын қарама. Қайтып ұйықтай алмай ертемен корпусқа бардым. Бүгін рентген сәулесімен емдеуді бастайтын күнім. Жата алмадым. Іске сәт. Кім біледі қандай қиындықтар кездесетінін. Бұ да уайым үстіне уайым жамап, мойныма тағы бір жүк артты. Рентген аппаратты түзу істей ме? Істемей қалса артық доза беріп қалып, адамды апатқа ұшыратып алмайым ба деген күдік қинайды. Техникпен сөйлесіп, аппаратты тексеріп, кімге қанша доза қай мүшесінің тұсынан бару керек, соны анықтап тапсырып келе жатқан ем бас дәрігер кездесе кетті. Ну, доктор, қалайсың, әзірсің бе? Деді ол әдеттенше жүгіре басып келе құшақтап. Әзірмін, Алексей Иванович, мен жайындағы әңгімені естіп жүрсіз ғой. Білем, ит үрет, керуен көше демей ме қазақ. Мен күлкім келмесе де күлдім. Ит талап жатса, жылама деп жұбатқаныңыз ба? Оны айтақтап отырған қожасы бар, түсінбейсің бе? Мен аңырып, не дерімді білмей тұрып қалдым. Ол кабинетіне кіріп кетті. Сонда қожасы кім болғаны? Сол күні рентген емінің бірінші дозасын өз көзімше бергізіп, түстен кейін үйіме оралдым да пижамамды киіп жаңа ғана демалайын деп жатқанда контордың үй сыпыраушы әйел келіп телефонға шақырат деді. Қалада танысым жоқ еді, кім екен бұл? Ойым түрлі саққа жүгіріп алаңдап барсам, доктор Дархановпысың дейді бөтен дауыс. Иә, бұл кім? Біз ғой, ауданға бүгін келіп кет, деді. Зәрем ұшып, телефонды тастай бердім. Баяғы шойын қара тағы да із кескен екен. Жалғыз сырласым Сусана Михайловна ентіге басып, көзім бадырайып соған бардым. Тағы да шақырып жатыр. Қой, рас, енді қайтем, бармай қойсам бола ма? Қайда? Ақыры бару керек деген түйін жасадық. Бірақ жалғыз бармай қасыма Сусана Михайловнаны ерте бардым. Бір аптадай соқан боран бүгін түсте толастаған еді. Әйтсе де көкшенің басында сұрғылт бұлт дөңгеленіп, жел көтеріле бастады. Қиыршық қар аралас ызғырық жел бетті қарып, қойны қоншынды тінтіп, суық саусақтары денем тітіркентеді. Қаланың қақ ортасындағы қызыл тас үйдің жанына кеп, екеуміз бірімізге біріміз қарадық. Мен кірейін бе дейім көзіммен, ол маған кірмесең қайтеді деп жалынады. Түсінем, бірақ енді кірмей қалай кетерсің? Терезеден қарап та тұрған болар. Ақыры екеуміз келісіп, мен үйрелене есіктің тұтқасын ұстадым. Дембелше караторы жігіт мені тосып тұрғандай кіреберіс ауызда та болды да, таныс адамдай шұрқырап амандаса кетті. Ертіп кабинетіне алып барды. Ар жағымда тасада тұрған Сусананы көрмеді ме, жоқ елемеді ме, босағада қала берді. Иә, сіз Қырымда едіңіз ғой. Іште кекеп зығырданып қайнай бастады. Қайда жүргеніме дейін біліп, жаны ашып отырғанын көрдің бе? Туысқан ғой. Кеткенімді білгенмен, келгенімді білмей қалғаныңыз қалай деуін десем де жаман өкіндім. Басым бата алмай жүріп кекесін сөзде нем бар? Тышқанға өлім, мысыққа ойын керек деген осы-ау. Тергеуші маған ажырая қарады да, менің тітіркеніп, кірпідей жиырылып отырғанымды сезгендей табанда өзгеріп,
өңін жылы ұшыратып. Сіз осы қайдан келдіңіз Бурабайға, деді. Білмей отырмысың? Егес қия сөздің аузымнан қалай шыққанын тағы да сезбей қалдым. Өз аузыңнан естігім келеді, деді ол даусын қатайтып. Байқаймын мойынға құрықты тастап жіберіп, бұрап жібергенде. Павлодардан. Одан неге кеттің? Өкпем ауырып, жаныма тыныш орын іздегенді дегі түрім ғой. Семьяң жоқ па еді? Болған, бірақ әйелімді сіз сияқты біреу тартып алған. Тартып алғаны қалай? Кәдімгідей тапа-тал түсте қолынан жетектеп үйімнен алды да кетті. Үндемеді. Ойлап отыр, Құдай білсін. Осы кезде Сусанна Михайловна шыдай алмай есікті ашып, басын соғып мені шақырды. Тез боласың ба, доктор? Аяғым уыстап барады. Қазір, дедім, қасақана не дер екен деп. Бұл кісі кім? Дәрігер ғой, қалаға магазинге кеп еді. Онда жарайды, қайта беріңіз. Тағы да кездесерміз. Айтқандай, Қырымда курс бітіріп келгеніне документің бар ма? Бар, деп қалтамнан дипломымды суырып алдым. Ол аударыстыра қарап қайтып берді. Жолшыбай осының бәрін Сусанна Михайловнаға айттым. Ол таңданып басын шайқады. Біреу арыз берген сияқты. Ода мүмкін. Осы жорамал дай шыққандай. Санаторийге оралсақ, клубта мәжіліс болып жатыр екен. Сусанна Михайловна кіре кетейік деп болмай алып барды. Ауыз үйден кіре бере өз фамилиямды естідім. Сәурік қуған айғырдай түсім сауырыма басып жатқан баяғы Шортанбаев. Ардың иесі, деді Сусанна шынтығыммен түртіп қап Шортанбаевты иегімен нұсқап. Тоқта, тыңдап алайық. Дарханов деген кім ол? Қашқын, жат адам. Кеудемізге жұмыртқа салған сұр жылан. Москваға, Қырымға неге барғанын білеміз. Санаторийден қуудың орнына біз оны дәріптеп, жаңашыл дәрігер деп шашбауын көтереміз. Бұл қырағылықты жойумен пара-пар саяси соқырлық, деді Шортанбаев қолды сілтеп тастап өндіршектеп. Аяғым астындағы жер ойылып, шынарау түбіне құлап бара жатқан секілдімін. Сусанна Михайловнаға сүйене бердім. Көзіммен Алексей Ивановичті іздесем, төрде президиумда отыр екен. Қабағын шытқан, ерні бір жағына қисайып, төмен салбырап түсіп кеткен. Ол кісінің талатып отырған қожасы бар деген кешегі сөзі есіме түсті. Қожасының кім екеніне енді түсінгендеймін. Жаңағы өзім барып келген үйде. Сөйле, деді Сусанна Михайловна, әйтпесе жер басып жүруің қиын. Осы бір сөз мені сергітіп демегендей әл берді. Салым суға кетіп, мелшиіп тұр едім. Енді қанатым қомдаған қаршығадай жігірленіп шешіне бастадым. Қашып пысып жүрген өмірі құрсын. Неден қорқам? Неге буғам? Еліме, халқыма пайдадан басқа тигізген не зияным бар? Арым таза, жаным адал. Жоқ, жағаласып күресіп өлем. Халықты итермелеп, алға қарай ұмтылып, алдыңғы қатарға жетіп барғанымда Шортанбаев сасып сөйлей алмай алақта президиумге қарады. Тегі мені тез қайтады деп ойламағандай. Клубта иін тіресе отырған халық электр қуаты соққандай селк етіп көздерін маған қадады. Енді не болады дегендей асыға күтеді. Мінбенің алдына қарай барып, жұртқа бұрылып, жолдастар, дедім айғайлап. Мәжілісті басқарған жергілікті комитет бастығы ұшып тұрып. Сөзін бітірсін де мынау, деді. Жолдастар, деді, мен оны тыңдамай. Бұл сықылды Шортанбаевты қолымен нұсқадым. Қызыл ауыз жалақор, кеше ғана колхозды
жебірдей жеп қуылған алаяқ сұм кімге мән айтып кімге жөн сілтейді? Мен кім, бұл кім? Бұл не өзі? Жиылыс па, мазақ па деп Шортанбаев президиумге сасқалақтай қарады. Залдан біреу сөйле, оған осы керек деп мені жақтады. Шортанбаевқа тиісемін деп өледі-ау бейшара деп алдыңғы қатардағы біреулер өзара күңкілдесіп те жатты. Мен сәл бәсеңсіп қайта көтерілдім. Адал адамды нақақ күйдірік жау деп атақ беретін де осылар. Бұлар сықылды ел бүлдіргіш арандатқыштардан сақ болыңдар, сөзіне ермеңдер дедім де шығып кете бердім. Мейлі, енді не десе о десін. Сусана Михайловна қалып қойып еді, менен кейінгі болған уақиғаны сол айтып келді. Мен кеттісімен зал іші ұясын бұзған арадай азан-қазан боп, жұрт қақ жарылып, бірі тәртіп жоқ, бұл жиналыс емес деген дау шығарып, Шортанбаевты қолдаса, енді бірі мені қолдап өре-түре келіседі. Бой бермей, жамырамай сөйлейді. Іштен тынып, булығып отырған халық бой бермей өзара дауласып, айтысып кетеді. Жетеді енді Шортанбаевтардың қорлық мазағы. Қашанғы бұға береміз? Кім өзі бұл дәрігерлерді айыптап үкім шығаратын? Кымс етсе жау, қашан құриды бұл жау? Жау іздемей тыныш өмір сүретін күн туа ма, жоқ па? Ақырында мінбеге бас дәрігердің өзі көтеріліп, у-шуды басып тоқтау сөз айтады. Айғай шудан түсетін пайда аз. Ақылды орнына түсірейік, жараңдар. Шортанбаев бұл аудан облыс көлемінде қызмет істеп үйреніп қалған белсенді құлаш сермесі де бөлек. Сондықтан бұған басқаша талап қойған жөн. Егер облыс көлемінде пәлен 100 кісі болса, оның бәрін біле бермейсің ғой. Көп адамның ішінде жауы да досы да бар дегенде, ал алақанның аумағындай санаторий көз алдымызда. Қандай адам бар, не істеп отыр? Бәрі белгілі, дейді бейнелеп. Әркім өзінше түсінеді де, қасқыр да тоқ, қой да аман, жұрт тарайды. Я, доктор, сенің халін мүшкіл. Сусана Михайловна жаны ашып жүдеп қамығады. Сені айналдыра бастаған. Шортанбаевты біреу айтақтап отыр, әйтпесе өз бетімен айтысарлық онда дәрмен жоқ. Сусана Михайловнаның сөзі менің көкейімдегі сөз. Ізімді кесіп қақпан құрған, соған қара мені қақпалап қуалай бастағаны ап айқын. Тағы да орын ауыстырсам ба екен? Жоқ, енді не де болса мойнымен көтеріп алдым. 2-3 күннен бері жөнді ұйықтай алмай жүргенім есімде. Бүгінде шым-шытырақ түс көріп қиналам ба деген сақтықпен люминал ішіп таң атқанша тұяқ серіппестеп ұйықтап, таңертең тумбочка үстіндегі радиоқабылдағышты бұрадым. Кеше Иосиф Виссарионович Сталиннің миына қан құйылып, ессіз деген сөзді естігенде төсектен атып тұрдым. Сол-ақ екен, астыңғы қатардағы бөлмелердің есіктері бір ашылып, бір жабылып, тарс-тұрс жүріс бақырған әйелдің дауысы естілді. Көйлек дамбалшан, жалаң аяқ еденде сілейіп тұрмын. Я, бұл бір керемет күйзелісті хабар. Бытырай қашқан үркек ойдың әрқайсының соңынан бір қуып дел сал боп тұрғанымда Сусана Михайловна жүгіріп кіріп құшақтай ап тұмсығын кеудеме тықты. Шошып кеттім. Есінен адасқан ба сорлы? Не болды саған дедім мен иегіне ұстап басын көтеріп. Не болған, нес, естімедің бе? Естідім. Енді қалай күн көреміз? Сусана кемсеңдеп көзін сүрте бастады.
Бас дәрігердің кабинетіне келсек, дәрігерлер жиналған, көздері булаудай радиоқабылдағыштың алдында ентелеп хабар күтіп отыр. Ұшқан шыбынның ызыңы естілгенде тым-тырыс қоңыраулай соққан Кремль куранты ғана өзіңнің дыбыс үнін, ырғақ жүрісін өзгертпеген сияқты. Кеудені кернеген жұмбақ сырдың шешімін әр дәрігердің бет әлпетінен тапқым келіп көзімен жағалай сүзіп шықтым. Алексей Иванович буынын қатайта ұстап әлденеге бекінгенде терезеге қадала қарап терең ойда жүр. Өмірдің ауыр жүгі иығынан қанша басса да әлі еңкеймеген. Тіп-тік ауыр жылдардың ізін ағарған самай шаштан ғана табуға болады. Оның оң жағын ала бұрышта бүрісіп біреу тұр екен. Назар аударсам, Шортанбаев, құты қашқан, кемсеңдеп аят оқыған кісідей ерні жыбыр-жыбыр етеді. Одан да құр емес шығар. Менің жиіркене қарағанымды сезді ме, кішірейіп бүрісе түсті. Бір-екі жас дәрігердің көзінен мөлтілдеген жасты да байқап қалдым. Сағат 9-ды соқты. Диктор тағы да Сталин ауруының бюллетенін жариялады. Ауруы үдеп, халі нашарлап барады. Десіммен Шортанбаев басын шеңгелдеп ұстап өкіріп отыра кетті. Оған елігіп бір-екі дәрігер әйел еңкілдеп жылап жіберді. Алексей Иванович жалт бұрылып мені көрді де басын изеп амандық білдіріп кабинетінен шығып жүре берді. Мен де соңынан ердім. Дала жап-жарық, бір апта бойы аспанда тұтасқан қара бұлт тарап, күннің көзі жарқырап, алты арай сәулесін аппақ қарға моншақтай шашады. Айнала құлпырып, жаңа түрге епкендей дауыл үрпиткен қарағайдың бұтақтары құстай сілкініп, тіріліп қапты. Шатыр мұздары тамшылап ери бастаған, көкшенің жотасынан соққан қоңыр желден көктем лебі білінеді. Көктем келді деген осы, достым, деді Алексей Иванович аспанға тоят іздеген қыранша қарап. Я, қатты қыс та өтті, деп аз мүдірдім де бетіне үңілдім. Алексей Иванович, енді не болады? Не болған қалай? Кім басқарады еді дегенім ғой. Партия тір ғой, достым, саспа, деп аяғын қатты басып арқадан төмен түсіп кете барды. Мен соңынан партия деп қайталай айтып, корпустың алдында тұратын Сталиннің 2 метр биік ескерткішіне қарадым. Зәулім қарағайдың желден теңселген бұтақтары мүсіннің жүзін бүркеп көрсетпейді. Күнде бір уыс қар жуытпай тазалап сыпырып жүретін шал да бүгін көзге түспейді. Я, так проходит слава мира. Даңқ атақ дүниеден осылайша өткен деген латынның мәтілі есіме түсіп, соны дауыстап айттым да біреу естіп қалды ма дегендей тағы да артыма қарадым. Күн батып, ымырт әбден жабылған соң кезегін өтеуге корпусқа келген Нияз түні бойы да ұйқы көрмеді. Бастан кешкен ауыр күндерін көз алдынан өткізіп жата берді. Бірақ өмірінің сол бір тар жол тайғақ кешуінде бота көз аққұба қыз кездеспегеніне анық сенді. Енді қайда көрді екен? Манағы көз сырлас, достас болған таныс та жақын көз. Нияз сол ұйықтамаған қалпы әдеттінше ерте тұрды да көлдің жиегіне барып қайыққа мініп аралға өтті. Шешініп, жеңілденіп гимнастика жасады. Атынан жүгіріп аралды бір орап шықты да төбешек басындағы сандық тасқа отырып суға түсер алдында аздап тер кептірді.
жан-жағына көз жіберді. Доктор Дархановтың күндегі кәсібі осы. Таңғажайып табиғат суретіне қызыға қарайды. Ол бояуын тауып сурет салатын суреткер де, сөз қисынын келтіріп жазатын жазушы да емес, табиғат сүйгіш, сұлулыққа құмар жан. Мөп-мөлдір жарқыраған айдын көл, тұп-тұнық, бетінде бір әжім жоқ. Суға қарасаң, көлдің түбі көрінеді. Лақтырған күміс табылғандай мүлгіген өркеш тауды да, көлді жағалай өскен қалың орманды да көл түбінен табасың. Әне, көкжиектен иек артып шығып келе жатқан күн сәулесі көл бетіне моншақ шашып жалт-жұлт етеді. Суға қарап Нияз шашын тарайды. Қисық айнадан түрін көргендей өзіне өзі күледі. Керек қарыс маңдайы, екі ақ елі, кішірек келген түзу мұрны да шағаланың тұмсығындай ұп-ұзын, жұқалау қара мұрты тебіңдеп жаңа қылтиған түк сияқты көзге ілінбейді. Бурабайға сен келгелі біраз жыл өтті. Қартаюдың орнына жасарып келесің. Әлі де болса үйленбей қоя тұр. Ерніңдегі мұрт емес, жаңа тебіндеп шыға бастаған түк көрмейсің бе? Анау судан, деп табиғат екеш, табиғатта әзілдеп әжуа қылғандай. Нияздың өмірі баяғы ұлы шешесі сияқты уақыт жолбарысына мініп ызғытып тартып келеді. Не кәріліктен, не семьядан ой жоқ. Бір күні кенет құлайды да өмір өкінішін сонда бірақ біледі. Әкесі марқұм айтады: Ниязжан, біздің тұқым ауру, сырқау дегенді білмейді. Жүріп бір күні төсек тартып құлайды. Сол құлаған күні шашы да ағарады, жан тәсілім де береді деп. Сонда неге олай деп сұрағанда: баламай, біздің тұқымға солай жазған өзі о баста, ұлы шешеңнің үлгісі дейтін. Нияз ол кезде бала, жөнді зер салып тыңдамайтын. Бертін келе ой жүгірсе, ол сөзде мән бар екен. Нияздың әжесі Қоржынкөл бауырындағы бір аңшының жалғыз қызы көрінеді. Кейде әкесімен аңға шығып талай көкжал қасқырлармен айқасқан батыр екен. Бір күні қызды ұзатып той жасайды. Қасында құрбысы түс ауа қыз шапан жамылып түзге барады. Ескі ауылда қыздар түзге шыққанда 40-қа асады. Бұлар да сол дағдымен ауыл сыртындағы көл жиегіне барып түзге отырып жатқанда бірдеме қалыңдықтың алдына топ етіп секіріп түседі. Қараса жолбарыс. Ар жағынан секіргенде дәл баспай сәл озық түседі. Қалыңдықтың көзі шарасынан шығады. Енді не істейді? Қашса тарпа бас салады. Жан-жағына қарасам тірі жан жоқ. Қасындағы құрбысы есінен айырылып құлап жатыр. Жалма-жан иығындағы шапанын лақтырып тастап жолбарыстың үстіне міне түседі де екі құлақтан мықтап баса ұстайды. Өзі адам үстіне қонбақ боп секірген жолбарыс дәрісі ұшып ағыза жөнеледі. Сол қашқаннан жолбарыс қаша береді. Қыз да жан ұшырып үстінен түспей бағады. Ескен желден қамыс тобылғыдан киімі жыртылады. Шашы дударланып, ертегінің албастысына ұқсап кете барады. Мұны көрген жолшыбайғы ел сайтан келді деп дүрліге қашады. Осы бетпен жолбарыс сол күні түні бойы қашып таң ата босша көл маңына келгенде өкпесі өшіп құлайды. Ауыл адамдары келсе, қыз тірі, қолы қарысып қалған, жолбарыс құлағаннан ажырата алмайды. Сонда бір түнде 400 шақырым жер жүрген қыздың шашы аппақ боп шыға келеді. Өңі жаз, шашы ақ, барысқа мінген батыр қыз сол ауда қалып қойып, Дархан деген жігітке тиген деседі ел аңызы.
Әкесінің Ниязға біздің тұқым бір күнде-ақ қартаяды дейтіні осыдан екен. Нияз терін кептіріп ап таңертеңгі суық суға күмп қойды да кетті. Бір-екі сүңгіп қайта шықты да денесін орамалмен ысқылап киініп қайтадан қайыққа отырды. Жиекке жете бере санаторийде емделіп жатқан кісілер де тарақандай өріп алдынан шықты. Нияз сағатына қарады. 8-ге таянып қалған. Күнде бұл кезде корпустарды аралап, қатты аурулар палатасына кіріп те шығатын мезгілі. Топтың ар жағын ала келе жатқан кешегі ботакөз Аққұба қыздың ағасы Асқар Сағатовты Нияз салғаннан таныды. Нияздан сәл биіктеу, орта бойлы, сүйекті толықтау келген, самай шашына ақ түссе де өңін бермеген әлі жапжас. Бұл да дәрігер. Институтты 30-шы жылдан аяқ шенінде бітірсе керекті. Нияздың жақсы көретін профессор ағалары шамалас па деп те топшылады. Кеше аз сөйлесті. Үйіне апарып өзінің орнына жатқызды да Нияз көл жиегінде жүріп түнде корпусқа барып кабинетіне құлай кеткенді. Нияз аңадайдан сәлем берді. Қалай ұйықтадыңыз? Бұл араның ауасы ұйқы дәрісінен артық па деп қалдым. Тұяқ серіппедім. Кешегі баладан хабарыңыз бар ма? Деді ол Ниязды қолтығынан алып көлге қарай сөйлесе жүрек дегенде икемдеп. Қасында күзетіп шыққан сестраны ертемен көріп ем, жақсы ұйықтады деді. Нияз Бәзілев сізге тапсырма. Жалғыз қарындасым еді. Қайғы қасірет шегіп жаңа ғана жақсы өмір сүре бастағанда осы бір дертке ұшырады. Тұқым қолаған ауру ма? Жоқ, кенет жабысқан дерт пе? Нияз жасына келмей не қылған қайғы қасіретте жаздап өз өмірі есіне түсіп аузына келген бірінші сұраққа ірікпей айта салды. Сіз немене туберкулез тұқым қуалайды дейсіз бе? Деді ол. Балаға не әкеден не шешеден жұғады. Тұқым қуалау деп соны айтамыз. Соғыстан кейін ел ішінде көбейіп кеткен көрінеді. Сен өзің осы маңайдағы ауылдарды аралап көрдің бе? Жөнді аралай алмай жүрмін, қол тимейді. Асқар басын шайқады. Қате, коллега. Осы елді аралап лекция оқып, аурудан қалай сақтанудың әдісін үйрету сенің міндетің, деді Асқар көлдің жиегіне кеп шешініп жатып. Нияз езу тартып, мырс етіп күліп жіберді. Жалғыз адам майданда жауынгер бола ма? Болғанда қандай? Бір дәрігерді бір полк деп сана. Дәрігердің сөзі емі туберкулез жауын артиллериямен атқандай. Мен өзім қазір өндірісті жерде істеймін. Кеше айттым ғой, Теміртауда деп сөйтсе де қалада алдын ала сақтандыру жағын жолға қойдық. Ат аунаған жерге түк қалмаймын. Революциядан бұрынғы земский врач атанған дәрігерлерден үйрену керек. Суға күмп беріп түсіп кетіп бір сүңгіп қайта шықты. Суын қандай суық. Ақыл үйрете келген дәрігерлердің қызуын басып, денесін мұздатып, ақылын орнына түсіреді. Нияз мысқылдап күлді. Торғын су деп осыны айт шіркін. Асқар орамалмен етін сүртіп, киініп жатып үзілген әңгімені қайта жалғады. Сен ақыл айтты деп шамданба. Бұл біздің медицинадағы принцип. Бұдан тайсақ дәрігер деген атақ алып адам емдеудің қажеті де жоқ. Мен өзім солай түсінем. Қазақ ауылының әдеп ғұрпын көріп отырып дәрігер адамның ары қалай шыдамайтынына таңым бар. Не боп қалыпты сонша жан түршігетінде? Нияз шамдана сұрады. Не болып қалыпты, шын айтасың ба? Қой қалғам, сен мысқылдық жасы көретін жігіт көрінесің. Әзілің өзіңе, шын сұрасаң мен сенімен айтысу түгел
шешініп төбелесуге бармын. Нияз көңіліне секем алып әлдене боп қалды дегендей қобалжи бастады. Қылшы мойным талшы, айтыңыз. Айтсам, қашанға дейін жерге отырып, қолмен тамақ ішіп, майлықпен қол сүртпек бұл ауыл? Қашанғы шыдай береміз? Нияздың бойы түршігіп, жаман хабар естігенде томсырайып қалды. Жерге отырып ас ішу бір жағынан дәстүр сияқты, медицинаға қатынасы жоқ. Бөгде адамға сөз қылудың өзі ерсі, ал дәрігер адамға бұл коқ құртының ұясы. Мен жақында Теміртаудың ар жағында бір қазақ ауылына барып, колхоз бастығының үйіне түнедім. Әлгі ауыл шаруашылық институтты бітірген жігіт дөңгелек столды жерге жасап, етті қолмен жегізді. Ауылға мәдениет орнататын бастықтың өзі солардың ортасына кіріп кетіп, ой амауынан шыға алмай қойған. Мен медицина тақырыбына әңгіме ғып біраз сыр айтып ем, екі көзі шарасынан шығып жағасын ұстады. Қараңғы өмірге ең қажетті деректерді білмейді. Біздің Алматыдағы денсаулық министрі баспаханалар не дейді? Халықтың сана сезімін тазалыққа, мәдениетке жетелейтіндей бір әрекет жасамай ма? Туф, Ниязжан-ай, өзінің отырған орнына мәз, содан қайтсем айрылмаймын деп жүрген күн көргіштер емес пе? Түгі, әйтпесе осы күнге дейін бір шара қолданбай ма? Жаны ашымайды. Ащы сөз, жүрек түбінен қайнап шыққан сыр мұң екенін Нияз аңғарғандай. Осы ой бұдан бұрын Нияздың есіне неге келмеген? Сумен аққан жаңқадай өмір ағысымен жылжып аға берген бе? Бұқ пантайлап, өз басын қамын ойлап қана күн көру деген сұмдық-ау. Қазақ арасында істеген дәрігердің міндеті өзгеше екенін қарағым сен де түсінбейсің бе деймін. Асқар тоқпақпен қара құстан ұрғылағандай өзі опық жеп келе жатқан Ниязды онан да бетер тұқырта берді. Емдеумен қатар сақтандыру жағын қоса алып жүрмесе еңбегі еш олардың. Bir жағынан емдеп жатса, екінші жағынан ауырып жатады. Дәрігерлік намысқа тимей ме осы? Халықтың дәрігерлерге кейде сенбей теріс қарайтынында осыдан. Осы кезде жылдамырақ басқан біреудің жүрісі естілді де іле ағаш арасынан өзі де шыға келді. Ақ халат киген санитарка екен, Нияз таны кетті. Тағы да не боп қалды? Кешегі түскен науқас қыз қан құсып жатыр, сізді іздетіп жіберді. Деді Асқар да шошып көзі шарасынан шығып. Кім дейсің? Кезекші дәрігер біле ме? Басы қасында өзі отыр. Жіберген сол, деді санитарка. Нияз бен Асқар сүрініп, қабынып, қолдары ауаны ескектей есіп адымдап келеді. Бұрында профузный болып па еді? Лақылдатып қан құсу болды ма? Осыдан бір жұма бұрын. Қате істегенсіз, біраз емдеп барып әкелуіңіз керек еді. Ауыр қол, жол, бейтаныс жер, үйренбеген климат әсер етпей қоймайды. Көл мен санаторийдің арасы 3 қат жер. Ең биік дөнесі 1-ші қат. Онда санаторий арқадан тас сатымен төмен түскенде санаторийдің түрлі мекемелері, бухгалтерия, монша, қоймалар салынған дөңес 2-ші қат. Одан төмен 3-ші қат көл жағасы. Тегі жыл сайын көл суы азайып орта түсе беретін тәрізді. Бір кезде қазіргі санаторий тұрған 1-ші қат көлдің қабағы көрінеді. Нияз өртекедей секіріп, соқпақ жолмен көтеріліп кете барды. Асқар ентігіп қалың қойды ере алмады. Нияз кабинетіне кіріп барып, халатын киер кимес науқас жатқан палатаға асықты. Асқар да ілулі тұрған бос халатты иығына іле сап, Нияздың соңынан жүгірді. Кереует үстінде сұлық жатқан дәмешті ән
ән-түс жоқ, өн-түс жоқ. Кірпігі зорға қимылдайды. Бірі мұз жегізіп, бірі білік тамырдан кальций жіберіп, бәрі қарбалас. Қыз Нияз бен ағасын көріп жымиды да көзін қайта жұмды. Қанша? Нияз кезекші дәрігерге еңкейіп сыбырлап сұрады. Ол кереуеттің астына тығып жіберген шылапшынды аяғымен тартып бере шығарды да иегімен қанды нұсқады. Я, бірсыпыра кеткен екен. Нияз қыздың қасына барып тамырын ұстады. Қалтасынан стетоскопын алып жүрек соғысын, өкпенің демалысын тыңдады да сол жақ өкпенің басы, үшінші қабырғаның тұсы қатқан қардың үстімен жүргенде күтір-күтір дыбыс естіледі. Осы тұста кавернада болуы ықтимал. Қыздың әлсіреп қалған